Қалыңыз қалай? Рахмет, жақсы, өзіңіз қалайсыз? Жақсы. А, Сіз негізі өзіңіз немен айналысасыз ютубтан басқа? мен торговый представитель болып жұмыс істеймін. Ал мысалы ютуб курс менен алғанға дейін сіз жалпы ютуб туралы білдіңіз ба? Ютубтан табыс табуға болатынын, ютуб каналдар жүргізуге болатынын. Алдын естіп, алдын естіп жүретін, бірақ шілей андай қылып не істемейтін. Оның М, үстіне кішкене жаңағыдай біздер жаңағыдай үйде түсіретін жеріміз де жоқ қой деп та. мгм. Үй алып қойғанбыз, бірақ кейін үйдің кішкене ремонт істеп неғылай көшкен екен, бірақ Негізі мен курсымды алуға сізге жолда әйеліңіз иә келіншегіңіз айтты ғой иә осы курсты оқыңыз деген. Жалпы өзіңіз или қарап жүрдіңіз ба? сіздің тұрақты көрерменіңіз ғой. А, Сіздің рахмет. қандай сторисіңіз болса да сол қарап отырады ғой. Қандай күшті. Ал қанша уақытта табысқа шықтыңыз ютуб каналды ашқаннан кейін? 1,5 айда. Шортс арқылы қосылдыңыз ғой Иә, монетизация. шортсым, бір ғана шортсым, бір 10 шақты шортстың ішінен бір ғана шортсым сол жаңағыдай тез 10 миллионға шығарып берді ғой. Рекомендация шығып кетті ғой. Сол кішкене ана видеом жаңағыдай не істеген кезде бірінші кезде түсінбей қалдым, өзімде сағатына жаңағыдай 60 минутта 2 миллионнан астам қаралымы жинап жатыр да. Мгм. Сөйтіп 48 сағаттың несін көрсем, ол жерде жаңағыдай елу бір нәрсе миллионда уже өсіп бара жатыр да. Мгм. Мен кішкене біраз демалдым, ол жерде 6 жыл, өйткені жаңағыдай отпускасыз істедім да. М, Демалыссыз істедім. Суббота воскресенье күндерде бізде 5 күндік жұмыс болатын болса, соның суббота воскресенье күнінде де бізде демалыс жоқ, істеп кете беретінбіз жұмыс. күшті сезімде жатқан шығарсыз отбасыларыңызбен Әрине. қуанып. Өзім андай не алмай қалдым, неге алдынан бір қолға алмағанбыз, осындай бастамағанбыз деп та. Келіншегім жаңа айтып қоймайтын ғой. Ой, не істейік, жаңағыдай түсіре берейікші ана үй кішкентай не болса да жаңағыдай онша болмаса да деп та. Мгм. Қойшы деймін, кім көреді оны деп қоямын ғой мен. Қазір Сөйтіп жүрген. ойлаймын қазір именно қазақтар емес вот ағылшын тілді аудитория көріп жатыр ғой сізді шыны керек. Вообще басқа Иә. мемлекеттер көріп жатыр ғой. Сол жаққа танылып жатсыз да. М, Қызық. Иә. Сіздің YouTube каналыңызда 367 мың оқырман болыпты, иә? Ой, 2 ақ айда уже 367 мың оқырман жиналып отыр ғой. Иә, қазір 397 мың болып тұр. Бағана мен 2 сағат бұрын қарағанда 367 мың болған. Иә, Мәс- сізге кеше мен скрин жасап жібергенде 335 мың еді. 335 мың еді. Сіздікі бар ғой, каналыңызда қаралым мен оқырман саны ана минутта өсіп жатыр ғой, шыны керек. Минутта Иә, өсіп. сондай болды. Бұйыртса сіз даже 3 айдың ішінде уже алтын кнопканы алып аласыз ғой ютубтан. Мен өзім солай Құдай ойлаймын. қаласа. Бір күнде мысалы мына жерде видеоны салып не істеген күні $25 не алдырған, одан кейін мына жерде 98, 25 март күні, 26 март күні уже $338 не алдырған, 27-сі күні 871-ден, ол әркімге әр несі бөлек бөлек. Мгм. Сосын 28 күнге $770. Кешегі осы 2 күн алдыңғы 29 күнге 413 түскен. 30 күн енді бүгін не алады, ол түседі, құдай қаласа, бұйыртса. Бір күнде сіз, получается, уже 300 мың, 200 мың бір күнде тауып жатсыз ғой қазір, иә? Иә. Күшті, енді осы ақша түссін сіздің картаңызға. Иә. Керек табысыңыз еселене берсін. Иә, көрермендеріңізге ешқандай неден қорықпай YouTube каналды жүргізсін. YouTube нелеріңізді міндетті түрде көреді, бағалайды. Бір екі видео салып жаңағыдай ойбай болмай жатыр екен ой деп ондай сынып қалушылық болмау керек. Ары қарай жұмысын істеу керек. Сонда ғана сіздер үлкен табысқа шыға аласыздар. Міне Бағдат мырза, 2 айда уже каналында 392 мың қазір, иә, оқырман бар. Иә. Уже табысының өзі қазір уже 1 миллионнан асып кетті. Бұл кісі жайдан жай сөйлеп отырған жоқ, кәдімгідей ютубта оқып, зерттеп, жұмыс жасағаннан кейін өзінің ойын айтып отыр ғой, енді шыны керек. Мгм. Көп көп. Содан кейін ютубты жүргізген кезде сіз мысалы шығын шығарып жатырсыз ба? Жоқ, ешқандай шығын шығармаймыз. Шығын шыққанда қандай бізде ешқандай шығын жоқ қой, өзіміз бір комнатамызда ғана сол жерде түсіріп жатыр ойындарымыздың бәрін.
Бір сіздерде развлекательный контент қой еще. Айтпақшы контент Иә. айтып кетсеңіз болады, себебі біз каналыңызды көрсете алмаймыз, аудитория өзгеріп кетеді. Тек қазір сұрайды барлығы, қандай канал жүргізеді, қандай контент деп, сол туралы айтып кетсеңіз болады негізі, каналдың атын айтпасаңыз да. Ыыы, семьямызбен жаңағыдай развлекательный канал ғой. Мгм. Ойындар түсіреміз, әртүрлі ойындар түсіреміз, күлкілі ойындар сол бұл жерде. Мгм. 25 секундтық бұл жерде шортстарым бар. Жаңағыдай 30 секундтық бар. Ең несі сол 50 секундқа дейін барады ғой. Вот сондай видеоларды түсіруге болады. Жылдам ойнаймыз, оның ешқандай несі жоқ. Ыыы, 1,5 сағаттың ішінде мысалы 10 шортс түсіріп тастаймыз, соны бүйтіп күніне бөліп монтаждап, запаспен түсіріп қойып, соларды салып отыра береміз күнде. И қосымша өзіңіздің жұмысыңызды да жасай бересіз. Қосымша жұмысымды айтатын болсақ, қосымша жұмысымды соны қазір мына нені қолға алғалы бері ол жұмысымды уже неғылайын деп отырмын, жинастырып қояйын деп отырмын. Ол жұмысты ол жақтан босатылып шығып, осыған жақсылап тұрып ары қарай кірісейін деп тұрмын ғой. Уже мына ненің уже ары қарай азарт болып жатыр да, уже ненің кішкене дәмін татқан екен, уже одан да көп тапқым келеді. Күшті, күшті, керемет негізі. Иә, ол жұмыста жүргенде кішкене не етіп былай енді азында кетіп кешке келесің. Иә, Жаңағыдай бос уақытың көп болады, жаңағыдай иә, қалаған уақытында ұйықтайсың, қалаған уақытында тұрасың, иә. өзің би өзің қожа дегендей.